Сәлем, кітап сүйер оқырман. Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, комментария жазып, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Жүсіп әке-шешесінің жалғызы ғана еді. Отбасында одан басқа бала жоқ. Сондықтан да әке-шешесі бар күш-жігерін Жүсіптің жақсы тәрбие алу үшін жұмсайтын. Жүсіп имам хатип мектебінің оқушысы. Оның бұрыннан бері ұнатып бір қызы бар. Есімі Аяулым. Аяулым сыныптың ең инабатты қызы. Албырт жүзін үнемі жерден алмайды. Басын көтеріп жан-жағына алақ-жұлақ қарау ол үшін жат. Тіпті үзіліс кезінде де сыныптан шықпай, үнемі үйінен өзімен бірге алып келген кітаптан бас алмайды. Аяулымды ұнататын Жүсіп сабақ кезінде ылғи оған ұрлана қарайтын. Ол болса көзінің қиығымен де Жүсіпке жауап қатқан емес. Жүсіптің өзіне деген ыстық ілтипатын байқайтын да емес. Әйтпесе Жүсіп сыныбының ғана емес, мектебінің ең көрікті оқушысы. Өзге қыздар онымен дос болу үшін жанын салатын. Бірақ дініне берік Жүсіп зинаға жақындаудан қорқып, өз-өзін олардан ұзақ ұстайтын. Десек те, қанша тырысса да, Аяулымға келгенде оның бұл тағаты таусылатын. Аяулымға ұрлана қараймын деп, көз зинасына жол беретін. Осылайша ерік жігерін нәпсісіне жеңдіріп қоя беретін. Жүсіп бүгін бар күш-жігерін бойына жинап, Аяулымға бойындағы бұлқанған бар сезімін жайып салуға бел буды. Әркімнің бір сүйіктісі бар. Жүсіптің де бір сүйіктісі болуы керек емес пе? Оның өзгелерден несі кем? Араб тілі сабағы. Жүсіп сабақ соңында Аяулымға деген сезімін білдіретін болды. Бір кезде кітабының арасындағы бір парақты көзі шалды. Жазылды тұрған пайғамбарымыздың хадисі еді. Ғашықтығын жасырып, ар-ұят абыройын сақтап, сабыр қылғанның Алла күнәларын кешіріп, жаннатына кіргізеді. Қайдан келген қағаз бұл? Біреу тура Жүсіптің жан дүниесін оқып қойғандай. Санасы санға, ойы онға бөлінді. Хадис әрі арабша, әрі түрікше жазылған. Хадисті оқып, ой тұңғиығына батты. Аяулымға сезімін айтамын деген ойынан қайтып қалды. Ертеңгі күн тағы да араб тілі сабағы. Жүсіп нәпсісімен алысып әлек, ішкі сезім сыртқа шықпайынша тыныштық берер емес. Кітаптарының арасынан тағы да бір параққа көзі түсті. Тағы да бір хадис. Үмбетінің ең мәртебелісі ғашықтық дертіне түскенде абыройын сақтағаны. Түсінді, бұл хадистерді біреу әдейі жазып кетіп жүр. Бірақ кім? Ол сәтте ұстазының көзіне көзі түсті. Ұстазы күлімсіреп езу тартты. Жүсіп басын төмен иді. Бұл парақтарды ұстазы тастап кетсе керек. Себебі Жүсіптің Аяулымға қараған ұры назарының талайдан бері куәгері еді. Жазу да ұстазының жазуына ұқсайды. Жүсіп қызарып кетті. Аяулымға деген сезімін айтудан тағы да бас тартты. Арадан бір апта өтті. Сыныптың іші гу-гу әңгіме кезіп кетті. Аяулыммен бірге мектепке келіп жүрген баланы көрдіңдер ма? Үндемегеннен үйдей деген осы болар. Сүйіктісі ғашығы боп шықты. Жүсіптің төбесінен жай түсті. Аяулымның оған жар бола алмайтынын түсінді. Салы суға кетті. Қиял құсы қолға қонбастай ұшып кетті. Аяулымнан енді күдер үзуден басқа шара жоқ. Келесі күні кітабының арасынан тағы бір жазуы бар қағаз шықты. Бұл жолғысы Құран аят еді. Мұны естігенде ер және әйел мүминдер діндестері үшін қайыр ойлап, бұл бір ап-анық өсек деулері керек емес пе еді. Бұл аят Жүсіпті терең ойға сүңгітті. Бұны қалай түсінсе болады? Жүсіптің ойына бірден Аяулым келді. Және кешегі гу-гу әңгімелер. Мектептің шыға берісінде кешегі бала тағы да Аяулымды күтіп тұр. Мұны Жүсіп сырттан бақылауда. Аяулым әлгі балаға жақындап келді де, «Ағажан,
әлі күте тұрасыз ба? Сыныпта кітабымды ұмытып кетіппін, деді де мектепке қайта кіріп кетті. Ағажан, демек сүйіктісі деп жүргендері аяулымның ағасы боп шықты ғой. Жүсіптің санасында Құран аятты жаңғырды. Жаман ойға бой алдырып, күмәннан күнәға барғаны үшін іштей тәубе етті. Одан кейін де Жүсіп ара-тұра кітабының арасынан аят хадис жазылған қағаздарды тауып жүрді. Бұл үшін өзін ұстазына борыштар санайтын, себебі ылғи шалыс басатын сәттерде ескертетін. Арадан тағы да бір ай өтті. Сыныпты бір мұң басқан еді. Себебі Жүсіпті әкесі қала сыртындағы бір медресеге беретін болды. Сондықтан бүгін Жүсіптің бұл мектептегі соңғы күні. Мектептен кеткеніне емес, аяулымды енді көре алмайтынына қайғылы еді. Жүсіп ілім үйренудің ғашықтықтан да мәртебелі екенін әлі сезіне қоймаған болатын. Себебі тұла бойын шырмап алған ғашықтық сезімі бұған мұрсат та бермеген еді. Тіпті әкесіне де іштей ашулы, медресеге де барғысы жоқ. Бәрімен қош айтысып, сыныптан шығу үшін жинала бастады. Кітаптарының сөмкесіне сала бергені сол еді, тағы бір жапырақ қағазға көзі түсті. Бұл жолы мына аятты оқыды. Сендер жақтырмаған істерің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін, ал қайырлы деп білген істерің зиянды боп шығуы мүмкін. Ненің пайдалы, ненің пайдасыз екенін сендер білмейсіңдер, Алла біледі. Бұл аят Жүсіпті сабасына түсірді. Я, мұнда бір қайыр бар еді. Жасқа толы жанарын ешкімге көрсетпестен жүзін төмен салып, Жүсіп сыныптан шығып кетті. Жүсіптің қала сыртындағы медреседегі өмірі басталды. Ұстаздары алғашқы күннен бастап-ақ Жүсіптің әдептілігін мен үлкендерге деген құрметіне сүйсінген еді. Әркім оған болашағынан үміт күттіретін оқушы, болашақтың үлкен ұстазы ретінде қарайтын. Ал Жүсіптің іші алай-дүлей еді. Аяулымнан айырылып қалу оған оңайға соқпады. Бірақ қайтсе де төзу керек. Әлбетте, Алланың бір білгені бар.